Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін үлпілдеген бауыр қосылған бәліш дайындайтын боламыз. Бәліштің салмасының қандай шырынды әлі жұмсақ болатыны жөнінде видеода толығырақ айтатын боламын. Ал сіздер міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнға тұз салып араластырамыз. Жылы су немесе сүтке қант пен ашытқыны салып, ерігенше жақсылап араластырып, ұнымызға қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ыдыста қамыр қалмас үшін оның барлығын сырып аламыз. Қамыр әбден біріккен соң, 2 ас қасық сұйық май құйып, қамырымызды илеуді жалғастырамыз. Қамыр қолға жабыспайтындай күйге жеткен соң, 1,5 сағат бетін жауып жылы жерге қоямыз. Бауырды ет тартқыш немесе блендерден өткізіп, сақтап аламыз. Егер де блендерді пайдалансаңыз, онда бауырды орташа күйге дейін сақтаңыз. Пиязды ұсақтап турап аламыз. Қызып тұрған майға пиязды салып, мөлдір болғанға дейін қуырамыз. Пияздың үстіне тартылған бауырымызды қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка дәмдеуіштерін сеуіп, массамызды 2-3 минут тоқтамай араластырамыз. Бауыр тез пісіп кететіндіктен араластырмасақ, бауыр бірігіп жабысып қалады. Бауыр шашыраңқы болып бастаған кезде оттың орташа жылдамдығына қойып, бетін жауып 5 минут бұқтырамыз. Бауыр дайын болған кезде осындай қоңыр түске боялып, бір-біріне жабыспайды. Бауырдың балғынды әрі шырынды болуының бар сыры осында. Дайын болған қамыр көлемі жағынан осылай 2 есе ұлғаяды. Қолымызды сұйық маймен майлап, қамырымызды 1/16 бөлікке бөліп аламыз. Енді қамырды қалыңдығы 1-2 см болатындай етіп, ысып, ортасына салмасын салып, кез келген формада бәліштерімізді дайындаймыз. Бәліштерді дайындап болған соң, бетін жауып, тағы да 10 минутқа қамырымыз көтерілу үшін қоямыз. Бұл бәлішті қуырған кезде қамырдың 2 есе ұлғайып, өте жұмсақ болуына ықпалын тигізеді. Бәліштерді 2 жағынан қызартып, оттың орташа жылдамдығында дайын болғанша қуырамыз. Осымен біздің бауыр қосылған бәлішіміз дайын. Бәліш өте балғынды және шарынды болып піседі. Егер де менің рецептіммен дайындап жатсаңыз, міндетті түрде комментарийға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта жолығайық.